Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және бұл видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстіне тұз, қант және дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Керекті заттардың құрамының барлығын және көлемін описаниеда қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді үстіне біртіндеп бөліктерге бөліп, ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде ұнды бөліктеп қосу керек. Сол кезде қанша ұн қажет екенін біле аласыздар. Міне қамырымыз осындай болып шықты. Енді бетін жауып, жылы жерде көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 40 минут немесе 1 сағат уақытты алуы мүмкін. Менің қамырым осындай болып көтерілді. Қолымызға сәл ғана сұйық май құйып, қамырымызды түсіріп аламыз ыдыстан. Кейін қамырымызды жаятын жерге тағы да сұйық майымызды құйып, тестімізді жаятын боламыз. Тестіні өте қалың және өте жұқа етіп жаймай, өзіңізге ұнайтындай қалыңдықта илеп алсаңыз болады. Мен шамамен 2-3 сантиметрдай қалыңдықта қалдырдым. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша илесеңіз болады. Осылай шамамен 1 сантиметр, енін 1 сантиметр қылып, бөліктерге бөліп аламыз. Кейін осындай сосискеміздің қабығын алып, қамырмен орайтын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыз, міндетті түрде сізде де шығады. Сосиски в тесте дайындап, үйдегілеріңізді бір қуантып қойыңыз. Дәл видеодағыдай іс-әрекеттерді жасай отырып, осындай сосиски в тестені дайындайтын боламыз. Енін сәл қалыңдау етсеңіз де болады, өз еркіңізге байланысты, немесе дәл видеодағыдай қалыңдықта кесіп алып, барлық сосискаларымызды осылай орап шығамыз. Барлығын орап болғаннан кейін, противеннің үстіне пергамент қағазын жайып, орналастырып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 180-200 градуста 40-45 минутта дайындаймыз. Дайын болу уақыты сіздің пешіңіздің қуаттылығына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Дайын болған сосиски в тестеларымыз міне осындай өте әдемі болып шығады. Дәмі де дәл сондай тәтті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер дайындаған болсаңыздар, комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бөлген кезде осындай болады. Қамыры өте жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізбен болған слушаш ас болсын.